армысыздар желі пайдаланушылары және сасу адалдық алаңының оқырмандары. Сасу адалдық алаңының жобалық кеңсесі әдеттегідей адал көмек акциясы аясында тікелей эфир жүргізетін болады. Бүгін бізде тікелей эфирде қонақта Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің директоры Ыдырысова Дариға Түймебайқызы екендігін естеріңізге саламыз. Қош келдіңіз, Дариға Түймебайқызы. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасы бақыт мекені және мектеп оқушыларына білім беру мен тәрбиелеудің инновациялық технологиялары деп аталады. Осы тақырыптар көлемінде сұрақтарыңыз болса және Жарылқасын Отарбаев атындағы мектепке байланысты сұрақтарыңыз болса, білім саласындағы жаңа өзгерістерге байланысты сұрақтарыңыз болса, бізге жазсаңыздар болады. Біз Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде жұмыс жасайтын боламыз. Енді Дариға Түймебайқызы, жалпы бізде тікелей эфирден сұрақтар келіп түскенше, бүгінгі тақырып жөніндегі мектептегі атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде қысқаша тоқталып кетсеңіз, сөз сізде. Рахмет. Құрметті Сұлтанғалиев Марат Қырғызәліұлы, қадірлі әріптестер, қымбатты әлеуметтік желі қолданушылары. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елдіктің 7 тұғыры атты қағидаттар жиынтығын таныстырды. Бұл 30 жылдық белесті елмен бірге өткерген, қуатты елге айналып бірлігі бекем қоғам құрып, сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті зор нарықтық экономикалық жүйе қалыптастырды. Елбасының бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен тәуелсіздікке қол жеткізіп, елдігіміздің қайта жаңғыруы ерен еңбегі. Осы тұста Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы, Сарысу ауданы білім бөлімінің Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ерен еңбектері Тараз қаласындағы ағымдағы жылдың 8 желтоқсан күні өткен тәуелсіз елдің ұлағатты ұстаздары атты өңірлік форумда Сарысу ауданындағы 50-ге тарта білім мекемелерінің ішінен біздің ауыл ұстаздарының өлшеусіз еңбегі, жеткен жетістіктері Жамбыл облысының әкімі Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың алғысына бөленіп, бейнефильм ретінде көрсетілді. Бұл біздің тәуелсіздіктің 30 жылдығына қосқан үлесіміз. Сарысу ауданының әкімі Сұлтанғалиев Марат Қырғызәліұлының мектеп көшбасшысы ретінде желтоқсанның 35 жылдығына естелік медалымен марапаттауы және Нұр Отан партиясы Сарысу аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Есмұрсаевтың марапаттары ұстаздардың мектеп ұжымының табысты мектептің жетістік баспалдағына қосқан үлестері деп білемін. Елбасының елдіктің 7 тұғыры атты 4-ші қағидатында отбасы мен салт-дәстүр қоғамның алтын діңгегі туралы айтылған. Отанға деген сүйіспеншілік өз отбасына, ауыл аймағына, еліне деген махаббатпен, жанашырлықпен басталады. Отбасы ұрпақ тәрбиесінің ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың бастауы саналатын бірегей институт. Жаһандану үдерісі тұрмысымызбен, салт санамызға өзгеріс әкелгенімен, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтардан бас тартуға болмайды. Қай кезде де біз үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетуді дәріптейтін ата дәстүрлерімізді беріп ұстануымыз қажет. Отбасы институты әлсіреп, салт дәстүріміз ұмытылса, ел болып қалуымыз екіталай. Сол үшін дәстүрдің озығын алып, тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін сақтай білуіміз керек. Сонда ғана саналы ұрпақ тәрбиелейміз. Оқу мен тәрбие егіз. Оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Ұлы данамыз Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы десе, ал Белинский бала тәрбиесіне ерекше мән берілуі керек. Тәрбиенің арқасында болашақ адамзат тағдырының негізгі мәселесі шешіледі деп білгірлікпен дөп басып айтқан. Бала тәрбиесі өте күрделі процесс. Оның күрделілігі бесіктен бастау ал, үнемі уақытпен, бала көңіл күймен, жеке қабілеттерімен, икемділігімен, тізгінді үнемі қадағалау қажеттілігімен ұғындырылады. Ойлап қарасақ, тәрбие баланың бал дәуіріне бастап азамат болғанға дейін және жанынан 4-5 арнамен құйылады.
тәртіптің ең тамаша мектебі отбасы. Ұяда не көрсең ұшқанда соны дерсің дейді халқымыз. Иә, ұрпақтың тәрбиесі қоғамның болашағы және оған аса зор жауапкершілікпен қарау әрбір саналы азаматтың борышы. Ел болам десең бесігіңді түзе деп Мұхтар Әуезов көрегендікпен дәл айтты емес пе? Бала тәрбиесінің дұрыс жолға түсуі, оны қоршаған ортаға, әсіресе отбасы мен ұстаздар қауымының парасаттылығына байланысты. Мемлекетімізде қазіргі таңда сапалы білім берумен қатар болашақ жастарды рухани адамгершілікке тәрбиелеудің де зор қажеттілігі туындап отыр. Тәрбие жұмыстары әр баланы қайталанбас тұлға ретінде қарап, оның өзгеше қасиеттерін дамытуы қажет. Әрбір бала тұлға өзінше бір әлем, ал педагогтың міндеті әр тұлғаны көре білу, жүректеріне жол табу. Сухомлинский әлемде адам баласының күрделі, одан бай нәрсе жоқ деп жазған. Бүгінгі күнде барлық ұстаздардың алдына мақсат өмірдің барлық саласында белсенді, шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу болып табылады. 2021-22 оқу жылында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жалпы білім беру ұйымдарында оқушыларды тәрбиелеу тұжырымдаманың негізінде тәрбие жұмыстарының жоспары бекітіліп, 8 бағытта жұмыстар атқарылуда. Тәрбие үдерісі бұл тұлғаның тәрбиелік деңгейі, ал оқушының қоршаған әлеуметтік ортамен, жалпы қоғаммен әрекеттестікке дайындығымен сипатталады. Осы дайындықты анықтау және айқындау үшін диагностика, оқушылардың даму үдерісі мен нәтижелеріне талдау жүргіземіз. Ұрпағымызды парасатты да білікті, мәдениетті де білімді етіп тәрбиелеу мақсатында сынып жетекшілер оқушылардың тәрбиелік деңгейін бақылайды. Мектебімізде жасөспірімдер арасындағы бұзақылық тақырыбында ата-аналармен, әрбір отбасымен онлайн жиналыстар өткізіліп, барлық ата-аналарға бұл тақырып жөнінен үлкен лекция оқытылды. Және ата-аналар комитетінің төрағасы Өтегенов мырзамен бала тәрбиесі жауапты іс атты мектеп психологы Зұлқарнаева жанұя шағын ұжым атты баяндамалар оқып, ата-аналармен кездесулер өткізілді. Жасөспірімдер арасындағы қылмыстық істердің алдын алу мақсатында мектептегі әлімжеттік тақырыбындағы 5-11 сынып оқушыларынан сауалнамалар алынып, қорытындысы бойынша мектепте жоғарғы сынып оқушыларының арасында күш көрсететін бопсалауы жоқ оқушылардың жоқ екендігі анықталды. Ата заңым ардақтым атты құқықтық білім беру айлығы өткізілді. 5-8 сыныптарда мен және менің құқығым, ата заңым ардақтым, ел мұрат атты тәрбие сағаттары өткізілді. 9-11 сыныптарда сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ, жасөспірім мен қылмыс, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі тақырыбында лекциялар оқылып талқыланды. Мұғалімдердің, психологтардың, оқушылардың қауіпсіз қарым-қатынас орнату мақсатында бірлескен жүйелі жұмысы жолға қойылған. Оқушылардың арасында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша педагогикалық ұжымның оқушылардың алаңдаушылық деңгейін айқындау бойынша бірнеше жұмыстар атқарылды. Мектепшілік есепте тұратын оқушылар жоқ. Ауданда үлкен парасатты отбасы байқауы ұйымдастырылды. Бұл байқауда мектептің технология пәнінің мұғалімі Ақжарқын және ол кісінің жолдасы Жәнікеев Мейірбектің отбасы қатысып, жүлделі орындарға, облыстан жүлделі орындарға қатысып жеңімпаз атанды. Қазақстан Республикасының 5-ші қыркүйек тіл мерекесіне орай ана тілін, ар намысын қазынам атты 10 күндік іс-шаралар жасалынып, ол төңірегінде үлкен іс-шаралар өткізілді. Мектебімізде 9-11 сынып оқушыларымен отбасы құндылықтары жайлы және мектебіміздің түлегі бүгінгі таңда Тараз қалалық мемлекеттік архивтің директоры Серікбаев Нұрхатпен мамандық таңдау, кәсіптік білім беру тақырыбында онлайн кездесулер ұйымдастырдық. Мұғалімдер мен оқушылар барысында сұрақтар қойылып, ата-аналар арасында қызу талқыға түсті. Оқушылардың арасында бүгінгі таңда кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында
балалардың кітапқа деген ынтызарлығын ояту, классик жазушылардың, балалар жазушылардың шығармаларын көпшілікке насихаттау мақсатында оқуға құштар мектеп жобасы аясында іс-шаралар өткіземіз. Іс-шара барысында жазушының қазақ хрестоматиясы кітабында таныстырылды. Тақырып мазмұнын ашатын суреттер, презентациялық слайд, бейне материалдар талқыланды. Бүгінгі таңда мектептегі педагогтар туралы тоқталатын болсам, мектепте білім беретін 55 педагогтар жұмыс атқаруда. Бұл кісілердің жоғарғы білімдісі 53, арнаулы орта 2 және индикаторлық көрсеткішке сәйкес мектепте кәсіптік білімі бар педагогтар саны 92%-ын құрайды. Биылғы 2021 оқу жылындағы бірінші тоқсанда оқушыларымыздың білім сапасы 76 мен 76,6%-пен аяқтады. Және де ұлттық бірыңғай тестілеуге балдарды дайындау үстіндеміз. Биылғы оқу жылында ұлттық бірыңғай тестілеуге бітіруші 8 түлек қатысады. 6-ның өтініші дайын. Өткен оқу жылында ұлттық бірыңғай тестілеуге барған 3 оқушымызда оқу грантын жеңіп алды. Мектепте алтын белгіге 1 оқушымыз бітіріп, бүгінгі таңда Қарағанды қаласында медициналық оқу орнында грантта оқуда. Алдағы уақытта оқушылардың барлығы толық оқулықпен 100% қамтылған. Биылғы жарты жылдық көлемінде мектептегі өтіліп жатқан жетістіктерге қысқаша тоқталатын болсам, облыстық пән олимпиадаға мектептен 3 оқушы қатысып, нәтижесінде 1 оқушымыз 3-ші орынды иеленіп, республикаға жолдама алды. Және де 1 оқушы 2021 жылы облыстық пән олимпиададан 5-6 сыныптар арасында 1 оқушы қатысып, 3-ші орынды 5-ші А сынып оқушысы Мұстафа Каусар иеленді. Республикалық зерде байқауына оқушыларымыз 15 оқушымыз қатысып, 8-і аудандық байқауға қатысып, 3 оқушымыз 1-ші орын, 5 оқушымыз 2-ші орынға ие болды. Облыстық байқауда 2-ші сынып оқушысы Хасен Айла Нұрланқызы 3-ші орын, жетекшісі Қызышбаева Тұрсынай Әбдешевна 6-ші сынып оқушысы 2-ші орынды иеленді. Үшбай Диана Бауыржанқызы, жетекшісі Мөкенова Аңнұр Артықбайқызы. 5-6 сынып пән олимпиадасында 5-ші А сынып оқушысы Келдібай Ағырбек Мұхаммедқызы 2-ші орынды иеленді. Жетекшісі Смат Балғын Серікұлы. Мұстафаева Каусар Мұхтарқызы 5-ші А сынып оқушысы ауданнан 1-ші орын, облыстан 3-ші орын иеленді. Жетекшісі Ермаханова Аида. Жалпы мектепте көпбалалы әлеуметтік аз қамтамасыз етілген, жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 39 балаға мектепте қажетті оқу құралдары әр балаға 32.500 теңге мемлекеттен бөлініп игерілді. Аталған қаржы ата-аналардың және заңды өкілдерінің жеке шотына аудару арқылы жіберілді. 35 оқушыға мектепте ыстық тамақ беріледі. Әрбір бюджет есебінен әр оқушыға бір күнде 450 теңге көлемінде тамақ беріледі. Рухани жаңғыру аясында мектепте болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының мақаласын жүзеге асыру мақсатында 4 кіші бағдарлама аясында жұмыстар атқаруда. Атап айтатын болсақ, білім және тәрбие, өлкетану, отанның тағдырын, сапалы азамат, 100 жаңа оқулық, 12 іс-шара өткізілді. Рухани қазына, өңірлік, мәдениет, дәстүрлер мен құндылықтар, ұлттық құндылықтар, ел бірлігі, асыл мұра, мәдени даму, ішкі және қаржылық туризм, мінеки осындай іс-шаралар өткізілді. Сонымен қатар мектепте әжетханалар жұмыс жасайды, ғимараттың ішінде барлығы таза санитарлық талаптарды жүзеге асыру жөнінен оқушыларымыз білім алуда. Күні кеше ғана 21 желтоқсан күні 2021 жылы мектептің жарты жылдық барлық атқарылған жұмыстар жөнінен әрбір отбасы мектепке шақырылып, табысты мектеп жетістігі атты мектепішілік форум өткізілді. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын демекші, жүзінен нұры, жүрегінен шуағы төгілір. Әрбір іс-қимылынан өнеге өрбіген ұстаздар туралы көптеп айтуға болады. Болашақ жеткіншектердің бойындағы қайталанбас
Қанына біткен дарынның аша білген ұстаздарымыз аз емес. Озат оқушыларға, ұстаздарға, ата-аналарға алғыс хаттар таратылды. Тәрбие жолы қиын жол. Өмірді өрнектейтін адам ұстаз шәкірт алдындағы парызын еш уақытта ұмытпайды. Мүлт үлкен қателік жіберіп алатынын біледі. Ал тәрбиеде кеткен қателікті түзеу оңай іс емес. Мектептегі әрбір ұстаз ізденуді, білім беруді, баулуды, тәрбиелеуді, шығармашылықпен еңбек етуді абыройлы міндет. Айбынды мақсаты деп біледі. Жас ұрпақты білімді, жан-жақты етіп өсіруге әрбір ата-ана, мектеп және бүкіл жұртшылық болып қатысу керек. Сондықтан да ұстаздар қауымы сапалы білім бере отырып, еліміздің болашақ жастарын ұлағаттылыққа тәрбиелейді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет сізге де, Дариға Түймебайқызы. Жалпы жетістіктеріңіз туралы жақсы таныстырып кеттіңіз. Құтты болсын деп айтқым келеді. Енді көмектер бойынша да айтып кеттіңіз, біраз мектептегі алған балаларға берілген көмектер бойынша. Осы бойынша енді бүгінгі таңға көмек ала алмай қалған отбасылардың тарапынан басқа да балалардың тарапынан арнайы өтініштер, арыз шағымдар түсіп жатқан жоқ. Бұл жөнінде сіз мектептегі ахуал қандай? Бұл жөнінде мектепте аз қамтамасыз етілген отбасылардың барлығына көмек көрсетіледі. Жалпы мектептегі ұстаздар және ауылдағы кәсіпкерлер сұраныс бойынша жаңағы көптеген біраз аз қамтамасыз етілген отбасыларға өз қаражатымен көмек ретінде оқу құралдарын және киім кешектерін үнемі көмектесіп тұрамыз жалпы. Мемлекетте берілген көмекке байланысты арыз шағым тіркелген жоқ қой? Жоқ, ондай тіркелген жоқ. Неге оның баласы алды, неге біздің баламыз алмайды деген мәселелер? Ондай мектепте қамқоршылық кеңес жұмыс жасайды, сол қамқоршылық кеңесте бұл мәселелердің барлығы өзара ішкі тәртіппен реттеліп, сол бойынша сол кісілердің ұсынысымен әрбір балаға берілетін көмек солай беріледі. Түсінікті. Тағы да бізде әлеуметтік желіден оқушылардың вакцинациялау бойынша өте келелі сұрақтар туындап жатыр жалпы. Бұл бойынша сіздің мектептегі жағдайдың қалай екенін білсек, 12 мен 17 жастағы балалар қарсылық білдіріп жатқандар қанша болып жатыр, және бұл жөнінде мұғалімдердің әсіресе балаларына мектеп басшылық тарапынан қысым көрсетілген деген сұрақтар туындап жатыр. Бұл мәселеге байланысты не айтасыз, және бұл бойынша арнайы мектепке жібермей қойып жатқан ата-аналар бар ма балалардың? Бізде жалпы бұл 12-17 жас оқушылардың арасында түсіну жұмыстары, ауылдағы дәрігерлер, медиктер келіп, бүкіл ата-аналармен, әрбір отбасымен, сынып жетекшілер және мектеп көшбасшысы ретінде өзі мектептегі осы салатымен айналысатын тәрбие орынбасарларының барлығы ата-аналармен арнайы жұмыс жүргізіліп, бұл жөнінен толық түсініктеме берілді. Яғни бүгінгі таңда біздің мектепте 12 мен 17 жас арасында 63 балаға салдыру керек болса, сол балдардың бүгінгі таңда 50%-на дейін салдырды. Бұл өзінің ата-ананың арнайы келісіммен, оқушылардың келісіммен болған. Жайлап, бірден емес, жайлап бүгінгі таңда 50%-ға жетті. Түсіну жұмыстары ары жалғасын табылды. Бұл процесс дұрыс қалыпта жұмыс жасап келе жатыр? Дұрыс қалыпта жұмыс жасап. Арыз шағымдар тіркеліп жатқан жоқ? Ондай тіркеліп жатқан жоқ. Түсінікті. Жалпы енді былтырғы жылға сіздерге арнайы тапсырмалар берілген болатын. Бұл жөніндегі бұның ішіне басшының бірінші қабатқа көшуі және ашық кеңістікке өтуі және өзін-өзі қызмет көрсету борышын жасақтап, онда интернетпен қамтамасыз ету мәселесіне байланысты не айтасыз? Бұл жөніндегі қандай істер? Мектепке келген әрбір жұмысшы қызметкерлер ұстаздардың барлығы ашыққа телефондарын қосу арқылы жұмыстарын бастайды. Және де өзін-өзі қызмет көрсету, ол арнайы бірінші этажда да, екінші информатика кабинетінде де арнайы ауыл тұрғындарына, ата-аналарға, отбасына қызмет көрсетеді. Бұл жерде интернет жылдамдығы? Интернет жылдамдығы тұрақты, жақсы. Жалпы интернеттердің үзіліп қалуы, болмаса біраз уақытқа істемей қалу мәселесі бар ма? Ондай мәселе бүгінгі таңда не болған жоқ, әлі тіркелген жоқ. Жалпы жақсы. Тіркелген жоқ. Жақсы. Рахмет сізге, Дариға Түймебайқызы. Жалпы осы Жарылқасын Отарбаев
атындағы мектепке байланысты сұрақтарыңыз туындап жатса біздің бейнежазбаның астына міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Біз Қариға Түймебайқызымен байланысқа шығып сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде бірге жауап іздейтін боламыз. Сізге рахмет, Қариға Түймебайқызы.